Баршаңызға сәлем, сіздермен Жорабекова Жанерке. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз атаулы әлеуметтік көмек деген не? Мақсатымыз осы жайлы қысқаша ақпарат беру болып табылады. Жалпы 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 3 түрлі арнайы мемлекеттік жәрдемақының орнына атаулы әлеуметтік көмек бекітілген. Ол Қазақстан азаматтарына бөлек босқындарға, оралмандарға және тұрақты мекенжайы бар шетелдік азаматтарға беріледі. Атаулы әлеуметтік көмектің екі түрі бар. Бірі шартты, екіншісі шартсыз. Шартсыз ақшалай көмек кімге беріледі? Ол жалғыз тұратын немесе тұрмыс жағдайы төмен жалғыз тұратын зейнеткерлерге, бірінші, екінші топтағы мүгедектерге және ауруға шалдыққан кісілерге беріледі. Бұдан бөлек тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға, егер олардың отбасындағы мүшелері ауруға шалдықса және бірінші, екінші топтағы мүгедек болса және үшінші топтағы 3 жасқа толғанға дейінгі балаға немесе мүгедек балаға, бірінші, екінші топтағы мүгедекке, қарт кісіге, арнайы күтімді қажет ететін азаматқа қарайтын күтім жасайтын болса, осы кісілерге шартсыз ақшалай көмек көрсетіледі. Ал шартты ақшалай көмек кімге көрсетіледі? Шартты ақшалай көмек жалғыз немесе жалғыз тұрып жатқан еңбекке қабілетті азаматтарға беріледі және екінші, еңбекке қабілетті мүшесі бар тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға беріледі. Тұрмыс жағдайы төмен отбасы деп барлығының табысын қосқанда күнкөріс деңгейінің ең төменгі минимумнан да аз болатын отбасыларды айтамыз. Атаулы әлеуметтік көмекті алу үшін қандай құжаттар қажет? Қазақстан Республикасының азаматтары үшін жеке куәлігі, оралман куәлігі, босқын куәлігі және тұрақты мекенжайы бар шетелдіктер үшін ықтияр хат қажет болады. Бұдан бөлек қосалқы шаруашылығы туралы мәлімет, банктегі шоты туралы мәлімет, баланың тууы не өлгені туралы куәлік, барлық бала үшін неке туралы куәлік, не болмаса ажырасу туралы куәлік және оқу орнынан анықтама қажет болады. Ал жұмысқа жарамды отбасы мүшелері қандай құжаттар ұсынады? Олар жұмыс іздеп жүрген азамат ретінде тіркеуге тұру үшін өтініш, жұмыс қызметін растайтын құжат егер бар болса, және біліктілігі, арнайы білімнің бар екендігін растайтын құжат қажет болады егер бар болса. Атаулы әлеуметтік көмекті есептеу кезінде отбасындағы барлық кірістер, барлық жәрдемақылар есепке алынады. Егер жұмыспен қамту орталығы отбасының жұмысқа қабілетті мүшесіне жұмыс ұсынса және аталған жұмыс қабылданбаса, отбасының барлық мүшелеріне атаулы әлеуметтік көмек төленбейді. Ал атаулы әлеуметтік көмекті рәсімдеу тәртібі: жәрдемақы тағайындау үшін жұмыспен қамту орталығына жеке куәлікпен бірге, көшірмесімен бірге өтінім беру қажет және сондай-ақ тұрғылықты жер бойынша тұрақты немесе уақытша тіркеу болуы тиіс. Өтінім берілген күннен кейін 7 күн ішінде комиссия құрылып, тексеру актісін толтырады. Осыдан кейін ғана атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау туралы шешім шығарылады. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек 3 айда бір рет тағайындалады. Бұл көмек кірісі отбасының әр мүшесіне шаққанда күнкөріс минимумының 70%-нан төмен болған отбасыларға беріледі. Яғни бұл күнкөріс минимумы 32.668 теңге болып белгіленгенін ескерсек, аталған соманың 70%-ы 22.867 теңге болуы тиіс. Атаулы әлеуметтік көмек табысы төмен барлық отбасыларға тағайындалады. Яғни аталған санаттағы көп балалы отбасылар балалардың жәрдемақысымен бірге атаулы әлеуметтік көмекті де ала алады. 2020 жылдың 1 сәуірінен бастап айлық есептік көрсеткіш 2778 теңге болса, күнкөріс деңгейі 32668 теңгеге өзгерген. Осыған орай олардың сомасы да өзгеруі мүмкін. Биыл 1 қаңтардан бастап 4 және одан да көп баласы бар көп балалы отбасыларға арнайы жеке жәрдемақы беріледі. Бұл санаттағы отбасылардың балалары 18 жасқа толмаған, не болмаса 23 жасқа дейінгі күндізгі оқу бөлімінің студенті болуы шарт. Бұл жәрдемақы отбасының кіріс деңгейіне қарамастан беріледі.
Атап айтқанда 4 балаға 44.531 теңге, 5 балаға 55.672 теңге, 6 балаға 66.811 теңге, 7 және одан да көп балалы отбасыларға 77.951 теңге жәрдемақы алатын болады. Сондай-ақ батыр ана, алтын алқа, күміс алқа, ана даңқы орденімен марапатталғандарға ай сайын 17.786 теңге төленеді. Атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың балалары әлеуметтік топтамаға ие болады. Яғни 1 жастан 6 жасқа дейінгі табысы аз отбасылардың балалары азық-түлік жиынтығымен және гигиеналық құралдармен қамтамасыз етіледі. Ал 6 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мектептерде ыстық тамақпен, оқу құралдарымен, мектеп киімдерімен қамтамасыз етіледі және олардың мектепке дейінгі жол жүру шығындарымен қамтамасыз етілетін болады. Жалпы сіздерге бергім келген ақпарат осылардан тұратын пайдалы ақпарат болды деген үміттемін. Егер де осындай заң жағынан көмекке мұқтаж болсаңыз, біздің ұйымға хабарласа аласыз. Біздің мекен жайымыз Алматы қаласы, Гоголь көшесі 86, бизнес-центр Қазжол, 221-223 офистер болып табылады. Және осы видеоның төменде мекен жайды нақтылап көрсететін боламын. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.